Достар, қайырлы күн. Бүгін сіздерге логотип және баннер жасаудың түрін көрсетемін. Яғни мен балалар массажын жасаймын. Міне осы түрін. Яғни бұл баннер, яғни реклама немесе визитка өздеріңіздің WhatsApp-тарыңызға, немесе WhatsApp статусқа, WhatsApp сторисқа бәріне қойып қоюға болады. Яғни WhatsApp-тың абасына болады. және де осылай өзіңізге логотип жасап алуға болады. Бұл логотипті яғни дөңгелек болғаннан кейін бұны Instagram-ның абасына қоюға да болады. Осы екі түрін жасауын көрсетемін. Ары қарай өздеріңіздің нишаларыңызға қарай осыған ұқсастырып жасасаңыздар болады өз ойларыңызбен. Ол үшін маған балан суреті керек, яғни мен балан суретін бірінші Google-дан немесе Pinterest-тен аласыздар. Бірінші суретін алып, осындай PNG форматқа ауыстырып алдым. Және де екінші осындай массаждың түр-түрі тұрған суретті алдым. Және де үшінші осындай өзіңізге керекті түсті фонды аламыз. Енді ары қарай кеттік. PicsArt-қа кіреміз. Pinterest немесе Chrome'нан керекті заттарыңызды, керекті суреттеріңізді тартып алсаңыздар болады. Астындағы плюсик батырмасын басамыз, смотреть всеге кіреміз. Бірінші бізге фон керек, яғни фонды алып аламыз. Бұл фонды квадрат формада алу үшін астындағы инструментті басып, обрезатты басып, яғни квадрат деп тұрады. Соны былай жылжыту арқылы фонның өздеріңізге ұнаған жерін қиып алсаңыздар болады. Осылай тұрады. Төбедегі галочканы басамыз. Енді ары қарай сіздерге логотип жасауды көрсетемін. Яғни осылай фонды қиып аласыздар. Содан кейін добавить фотоға қайтадан кіреміз. Логотип жасау үшін сіздер әркім өз нишасына қарай жасауға болады. Яғни мен осы баланың суретін алғаным массаж жасау үшін осыны міне мына төбедегі айналдыратындар былай айналдыру арқылы үлкейтіп кішірейтіп алсаңыздар болады. Міне осылай. Енді менікі бебей массаж айда болғаннан кейін текстке кіріп шрифт аламыз, английскийге ауыстырып аласыздар. Сонда осы PicsArt-тың өзінің шрифті соған қарай өзгереді. Мен жасаған шрифт ең аяқ жағында. Өздеріңізге ұнаған шрифтті ала бересіздер осылай. Коронадағылар жаңағы платный, бесплатный алуға да болады, әркім өз қалаған алады. Осы менің алғаным, осыны осылай үлкейтіп кішірейте бересіздер. Не арқылы да кішірейтіп алсаңыздар болады. Міне осылай. Енді осыны төбедегі ана екі кубик болып тұрғанды бассаңыздар, копия деп тұрады, копиясын аламын да осының үстін бір рет басып алфавитті енді аға өзгертемін. Бірінші оның цветін өзгертіп аламыз. Яғни сәл қоңырлау цветке алу керек. Қоңыр қалсақ болмай қалады. Сол үшін қоңырлау цветке алып осыны таңдап, жанындағы көк цветті бассаңдай. Әртүрлі түстегі цветті таңдасаңыздар, осылай жылжыту арқылы өздеріңізге ұнаған цветті таңдап алады, түсті таңдап аласыздар. Темный болып кетті, немесе пипетканы алып, мен мысалы баланың шашындағы қоңырды ма осылай алып келіп тұр, оның өзі көрінбей тұр, сәл ашықтау алу керек. Міне осылай алдым. Енді мына А дегенді ақ күйінше қала берсін. Осылай қарай жылжытып кішкене аны басамыз да төбедегі осы кубиктің жанындағы өшіргішті басамыз. Яғни өшіру арқылы аны астына түсіреміз. Ал қайтару ойларыңыз келсе, астындағы вернутты басып, мына жерде қайтару керек. Қайтадан ластикті басып, үлкейтіп кішірейтіп, міне осылай жұмыс жасай бересіздер. Астына түсті. Енді төбедегі галочканы басамыз. Енді текстке кіріп, қайтадан беби массаж нижний профиль айда жазамыз. Бұның енді түсін шрифтін өзгерту керек. Мысалы, міне осыны алып көрейін. Осы аламыз. Енді төбесіне алу үшін тура осылай тұрғаны астындағыны жылжытсаңыздар, изгиб деп тұрады. Соны осылай жылжытсаңыздар, міне осылай дөңгелек, алдыға қарай жылжытсаңыздар, осылай дөңгелек шығады. Содан кейін бұны алып, немесе былай созыңқырап. Енді бізде бала не болып тұр? Үлкен болып тұр, сол үшін баланы осылай сәл кішірейтеміз. Қайтадан массаж жазуды аламыз, жинаймыз қайтадан. Бұлай жинау керек, өйткені мен мына әріппен жалғасып тұрған сияқты қылып жасағым келіп тұр. Созыңқыраймыз. Яғни бұл беби массажында түсін енді өзгертеміз. Қоңыр түске, темныйға қоңырға өзгертсек, обводқа қоямыз да, ақ қоямыз. Ақты 40-қа барамыз. Міне осылай дайын болды. Енді галочканы басамыз. Сөйтіп астындағы форма дегенді басып, осылай формасын алсаңыздар болады. Міне осылай формасын аласыздар. Дөңгелек. Төбедегі галочканы басып,
ары қарай PNG форматқа ауыстырып алып жасай бересіздер. Пайдалы болса маған тіркеліп достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Өздеріңізге ұнаған өз ойларыңыздағы логотиппен, яғни баннерді жасап алуларыңызға тілектеспін. Сау болыңыздар.